сіздің қыздарыңыз өте ерке, үйде және қатты еркелетесіздер, еркін ұстайсыздар. Сіздің бүкіл анау қымбат бояуларыңыз, заттарыңызды шашып, төгіп тастап жатқан кезде мен әлеуметтік желіден байқаймын, ысырап емес пе? Баланы кішкене бетінен қағу керек қой, тым еркінсітіп жібереді деп, анау әкелердің басына неше түрін тағып, бетін бояп тастаған кезде көрермендеріңіз жазып жатады. Балаларды қай жасқа дейін тым еркін өсіресіздер? Әлде бұл тек қыздарға ғана байланысты дүние ме? Осы қыз келгелі өмір өзгерді ғой. Біз сол қымбат жиһаздардың үстіне бір нәрсені төгіп тастап жатады, мысалы, салып жатады. Жағып, ағызып, тамызып, осы керемет былтыр ғана ремонт жасадық деген үйіміз қазір көріксіздей керемет, балалардың шығармашылығы, бүкіл қабырға, бүкіл басында ау деп мен деген жан ұшыратын едім, қазір деген жарайды мейлі, жақсы. Ақыры бастаған екенсіңдер деп, сонымен әкесі. Бұл жерде де айналып келгенде әкесі. Не ұрсуға бермейді, не тыйым салғызбайды, не бұл музей ма? Салсын суретті деп жаңағыдай бір ерекше біздерді кәдімгідей сондай қатал бола алмай қалдық та. Тек екі қызға? Иә, екі қызға негізі. Осы екі қызымыз келгелі көп өзіміз де өзгердік солай. Бірақ енді Қадекең айтып отырады. Ұлдардың көзінше ашық-шашық жүрмеу, қалай болса солай сөйлемеу деген мәселелерде қазірден бастап ауыздығын тартып баланы шамалы айтып отыр. Ол шешенің үлкен міндеті, бала тәрбие, қыз баланың тәрбиесін де беру. Өзге біреудің үйіне барып қонуға рұқсат етпеу. Айтады ғой, біреудің үйінен ұлыңа тамақ ішкізбе деп, жаңағыдай ас ішкізбе, қызыңды қондырма деген. Қазақ өзі не айтса да дәл айтқан ғой. Ол жағына енді шектен шықпау. Бірақ қазір әлі кішкентай ғой. Енді аяламыз 2-ші сынып бітіріп жатыр, Құдайға шүкір. Кеше ғана бүкіл ел болып тілеген аяламыз кеше туған күніме әдемілеп ән шырқап. Аяламен дуэт болмай ма, айтпақшы? Болуы мүмкін. Аяла енді ашылып, бұрын тек менің ана Инстаграмдағы өзімнің телефонның камерасына ғана еркінсіп бейтіп айтатын болса, ал көпшіліктің алдына шыққанда бейт тырысып қалатыны бартын. Мінез деген Құдайға шүкір ғой. Сосын мен айтам, неге сен сөйтесің? Жоқ, мен сіздің тек телефоныңызға оңашай сізге ғана айта аламын. Мен елдің алдына шыққым келмейді деп сөйтетін. Ал қазір жайлап үйреніп жатқан сияқты. Кеше туған күніме атып шыққан кезде ішімнен уайымдап отырдым, қазір тырысып қалар ма екен, көп қыздарды тәтелерін көргенде бір түрлі болып қалам екен деп ем. Жоқ, еркін әп-әдемі күшті қылып билеп тұрып ән айтып берді. Сіз бас тартқан ұсыныс? Дуэт айтудан, басқа әншімен киноға түсуден ұсыныстар көп болды ғой, біразына бас тарттым. Сіз үшін ең тәтті дауыс кімдікі? Менің балаларымның дауысы тәтті. Айналайын деген анамның дауысы тәтті. Жаным сол қақатым деген жарымның дауысы тәтті.